2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда атаулы әлеуметтік көмек төлеудің жаңа тәсілдері жұмыс істей бастайды. Атаулы әлеуметтік көмек ашық әрі әділетті болып, адамдарды бейқамдыққа емес, еңбек етуге ынталандырады. 2019 жылғы 9 айдың ішінде кеңейтілген мүмкіндіктердің арқасында 415 мыңнан астам қазақстандық отбасыға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Бүгінгі таңда атаулы әлеуметтік көмек алушылардың саны 2 миллионнан асады. Олардың ішінде 1,5 миллионға жуығы бала. Атаулы әлеуметтік көмек алушылардың қатарында 165 мыңнан астамы көп балалы ана. 2 жылдың ішінде көмек алушылардың саны 20 есеге артты. Кеңейтілген мүмкіндіктердің арқасында көмекке мұқтаж отбасылар нақты қолдауға ие болды. Қамтамасыз етілген отбасыларға көрсетілген мемлекеттік қолдаудың жалпы сомасы 146 миллиардтан астам теңгені құрады. Екінші жағынан, заңсыз жәрдемақы алуды қосқанда 73 мыңнан аса заң бұзушылық фактілері анықталды. 155 миллионнан астам теңге мемлекет бюджетіне қайтарылды. Анықталған заң бұзушылықтардың нәтижесінде көмек мөлшері қайта қаралып, кейбір жәрдемақылар уақытша тоқтатылды. Тіпті мүлдем алып тасталғандар да бар. Мұның бәрі теріс пайдаланушылық пен алаяқтық іс-әрекеттердің салдарынан болып отыр. Мемлекет тарапынан көрсетілетін көмек шынымен зәру азаматтарға жету үшін мұқтаждық пен пайда күнемдікті ажырата білген жөн. Міне, атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің жаңа тәсілдері дәл осы себеппен енгізіледі. Олар қалай әрекет етеді? Біріншіден, көмек барлық көп балалы аналарға беріледі. Бұл орайда көмек мөлшері отбасындағы балалардың санына байланысты болады. Бала неғұрлым көп болса, көрсетілетін көмек мөлшері де соғұрлым жоғары болмақ. Екіншіден, мемлекет еңбекке қабілетті азаматтарға жұмыс табуға көмектеседі. Егер еңбекке қабілетті атаулы әлеуметтік көмек алушы жұмыс істеуден бас тартса, онда ол және оның отбасы мүшелері мемлекеттік көмектен айырылады. Үшіншіден, атаулы әлеуметтік көмек тағайындаудан бас тарту үшін отбасының материалдық жағдайын тексеру нәтижелері бойынша қажеттіліктің жоқтығы туралы учаскелік комиссияның қорытындысы негіз болады. Төртіншіден, балаларға арналған кепілдендірілген әлеуметтік пакет пайда болады. 6 жасқа дейінгі балаларға азық-түлік жиынтықтары мен гигиеналық құралдар тегін беріледі. Ал 6 жастан 18 жасқа дейінгі балаларға мектептерде ыстық тамақ, жол жүру шығындары, мектеп киімдері мен оқу құралдары тегін болады. 18 жасқа дейінгі балаларға медициналық көмек, оның ішінде стоматологиялық көмек, тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде көрсетіледі. Мемлекеттің атаулы әлеуметтік көмек көрсетудегі жаңа тәсілдерінен күтілетін нәтиже қандай? Жаңа ережелер тағайындалатын көмекті барынша әділ етіп, азаматтарды еңбекке ынталандырады. Және ең басты, мемлекеттік көмек шынымен мұқтаж адамдарға көрсетілетін болады.